Бүгінгі күні біз қызымызды дәріптеп, қызымызды қолдан берейік деп, мінекей елдің алдында өзіміздің көңілімізді жасыра алмай отырмыз. Мынандай қызымызды өсіріп, дәріптеп, осындай жағдайға жеткізіп, оқытсам, шоқытсам, үйлендірсем, үй қылсам деген ата-ананың арманының бір пұшпағы орындалып отыр ағайындар. Әрине, үй болу қиын, үйлену оңай. Сондықтан да осының бәрін халық болып жиналып, дәріптеп, ел аузында сөз қалса дейміз. Қызымыз дүниеге шіретіп, Шу ауданы, Жамбыл облысында дүниеге келді. Бұл Шуда киелі елдің, киелі жердің әрбір тірлігін айтсақ, әрине ұшан теңіз әңгіме. 300-дің басы қосылып, ең бірінші хан сайланған жер Шу. Төле бидің кіндік қан тамған жер Шу. Ең бірінші қазақ болғаны хандық құрған жерде Жәнібек Керей Шу. Айта берсек ағайындар, біздің киелі елдің, киелі жердің Баласағұн бабамыздың да үлкен әңгімесі ел аузында жүрген шығар. Сондықтан да біздің қызымыздың да кіндік қаны тамған жер Шу. Мінекей, соның сенімі ақтаған, бүгін сауаттылықпен, салауаттылықты, білімділікпен, біліктілікке ұштастыра үйрете білген әкенің, ананың арманын еш кетірген жоқ біздің ажар қызымыз. Құдайға шүкір, ел мақтаған, ел жақтаған, біздің ата-ананың қызы емес, елдің қызы болатындай, бүгін өте салауатты да сауатты қызымыздың өткен өмірде үңілсек, мектепте жақсы аяқтап, Құдайға шүкір жоғары оқу орнын бітіріп, алайда оның магистратурасын да жалғастырып жатқан, онымен қоймай бір шетінен жұмыс істеп, елдің өзінің күш-жігеріне сенген қызымыздың еңбегі мына әкесінен айнымай шыққан қызынан айналайын. Ду қол шапалақтап қызымызға бүгін теңін тапты деген ұлағат сөз бәріміздің ел аузында қалатындай кезі келді ағайындар. Кеген ауданы, ел білетін Райымбек ауданы қазір ел білетін біздің сол киелі жердің азаматтары біздің тұға болайын деп келіп отыр, қызымызды қолдан сұрап отыр. Кәнекей, ол жігітіміздің ерекше орны бір төбе, ол да дәл солай оқыған, ел мақтайтындай жағдайға жеткен, тегін тапқан жігітімізді ортаға шақырайық. Кәнекей, шапалақ қойма! Айқайла! Ағайындар, мінекей, бүгін қыз алсаң текті жерден ал, қызыңды берсең иманды инабатты жерге бер деген күн ағайындар. Текті жердің азаматы мен иманды инабатты жердің азаматтары бірін-бірін тауып отқанда, оның өзі де бекер емес, бірін-бірін ұққан, салиқалы тұлғалардың сахабасындай болған, әкелердің, аталардың, бабалардың мына қаннан келген біздің ұлағатты қыздарымыз бен ұлдарымыз бүгін бізді қуантайын деп отыр. Әрине, біздің Жүсіп Баласағұнның бір керемет сөзі бар бабамыздың. Егер де дейді, адам баласында жақсы қасиет болмаса дейді, оған бақыт та қонбайды, оған бақыт та келмейді дейді. Мен бірін-бірін ұққан жақсы қасиетін білген, біліскен деп мен түсінемін. Қызымды алайын деп келіп отқаннан кейін, мен саған сол қызымыздың 3 жақсы қасиетін ел алдында айтсаң ба деймін. Қазақша жақсы сөзсің ғой. Бәрекелді ағайындар 3 жақсы қасиетін айтайын деп біздің ажар қызымыз туралы. Алейкум рахман-рахим. Бірінші қасиеті өте қарапайым. Бәрекелді тұғыл шапалақ. Қандай керемет қарапайымдылық әр азаматта керек. Ал енді екінші қасиеті еңбексүйгіш. Күш-жігеріне сенген де бағана бекер айтпаған екен, мінекей еңбексүйгіш. Ал екі рет айттың ғой, 2 қадам жасайсың. 1, 2 болды, тоқтайды. Ал енді үшінші қасиеті ойланып уақыт беріп қол шапалақтап жейікші ағайындар. Өте ақылды ғой. Бәрекелді. Үлкен қадам мынауына. Бәрекелді. Ал ендеше ағайындар, қандай жақсы сөздер айтылып отыр. Ел аузында қалатындай жақсы, есінде қалатындай жақсы сөздер болып отыр. Соған қарағанда өзің де ақылды жігіт екенін байқалып тұр. Ал енді бүгіннен бастап енді өзің білесің қалай еркелететініңді. Ал екеуің осы бірін-бірін танығалы бері қалай еркелеттің сол сөзіңді айтсаң? Қандай? Бұда, ажеке, жаным, қалай? Жаным дейді. Бойы тұғыл шапалақ, бір қадам. Тек қана жанымен тоқтамайды ғой. Жақсы сөздер көп. Байқамай айтып қойған шығарсың, есіңе түсірші? Тағы бір сөздер. Тоқашым деймін. Оба, бір шапалақ тағыла. Бір қадам. Міне енді бір қадам қалды, өзіңді қолың жеткізейін деп тұрсың. Ал енді қасиетті сөзді тыңдайық. Бәрекелді? Деймін ғой.
Ал енді бұдан кейін сен шығасың, бірақ келеді шығар. Ду қол шапала! Тәлім тәрбиеміз болған. Соның ішінде нан алысып, оны шашып, төс түйістіріп, бет сүйіскен кезде есқалайықшы. Барлығы бір төбе болады да, бүгіннен бастап құда бір төбе болады. Сізге ең жақын туысыңыз. Сондықтан да бұл кісіні көрген кезде Құдеке, сіз де бүгіннен бастап қанатты көрген кезде құда деп, кәдімгідей екпін дедім. 2, 3! Мына біздің қызымызды сыйлайтынымызды біз бүгіннен бастап көргіміз келеді. Ал, 1, 2, 3! Құдағи, керемет болды. Ең қатты қуанып жүрген осы төркісі. Ең қатты қуанып отырған. Аба, ата ренжімеңіздер. Сіздер қуандыңыздар балаларыңызды үйленетін кезде. Енді міне басына келіп отыр, іздеріңізді басқан балаларыңыздың. Сондықтан да біз сіздерді құдалар биіне шақырамыз. Бұл кісілердің қай жағы ата-анасы жақсы билесе, Алла екі баланың арқасында бір дүниеге теңде келдіңсе, сәбидің атын қоятын сол жақ құда болсын. Келістік па? Кеттік енді. Қай жақтың ата-анасы жақсы биледі? Қай жақтың ата-анасының айқай шуы мықты болса, сол бірінші орынға шығатын болсын. Келістік па? Олдың ата-анасының биін айқай шуы? Көрдіңіздер ме қандай дух беріп жатыр? Бұл біздің қызды алайда келіп отырған сайын құрмет, алайда қызымыздың ата-анасының биін айқай шуы? Ой, аталары жетіп айқай деп білемін. Кәдімгі ағайындар, бұның бәрі әзіл ғой, әзіл айтпасақ жарамас, әзіл айтпасақ Құдайда бізге қарамас. Бұл айқайдан бала тумайды білесіздер, бірақ атын қоятын деген алдыла бізде әңгіме жоқ. Мен қалжыңдап отырмын, бірінші сәби келмей атын қою деген даже ойлануға да болмайды екен. Мен айтам қыз жібек дейін. Сіздер оның ғашығын тауып қоясыздар, жігітін. Кім ол? Молодец. Абай алды ғашықты абай сапқазы. Мен айтам қоз күрпеш деймін. Сіздер баян сұлу тауып қойып отырсыздар. Арасында орысша да шекілшігі болса да ренжімеңіздер. Мен айтам Ромео деймін. Сіздер ал енді ағайындар білетін болса қазақша орысшасын мен айтайын, тамайын. Ендеше қол көтерейік. Қобыланды батырдың ғашығы. Құртқа. Доңғол шабала, шабала. Құртқа. Бәрекелді. Ендеше ғашықтың түрі көп. Соның ішіндегі шембел. Бәрінде қосқап отырайық. Гамлеттің ғашығы. Офелия! Кім айтты? Молодец! Шабала. Бір заманда тоқтайықшы. Сол кезде Будулай деген кинода Будулайдың ғашығы. Клавдия! Кім айтты? Клавдия! Бүгін екі ғашық бірін-бірін тауып отыр ағайындар. Ғашықтарды еске алып отырайық. Осы тарихта аңыз болып қалған ғашықтарды бәлкім бекер айтпаған шығармыз. Ендеше Лев Толстойда білесіздер, Война и мирді оқыдыңыздар. Сондағы Наташаның ғашығы? Кім айтты? Князь Волконский шабала. Қазір ең тез тапқан кісіге ажар. Бірінші айтқан кісіге мәйірді. Бірінші шын мәді қалдауыз. Жеңіс деді. Айына қанша рет болды мүмкін? 30 рет. Неге келген ұлды ғой? 7 күн бұрын болды ма? Болғаншын. Туған шабала. Ассалаумағалейкум болып тұрама деген сөз. Мінекей, қасиетті сөз ағайындар.